Сәлем құрметті көрермен, бүгін осындай әдемі печеньемен рулет жасайтын боламыз. Ол үшін печеньемізді измельчительге салып, майдалап алатын боламыз. Измельчитель болмаса, оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Сосын сары майымызды ертіп, оның үстіне майдаланған печеньемізді саламыз. Және аздап сгущенкадан салып жібереміз. Одан кейін жаңағы измельчительге бананды езіп алатын боламыз. Немесе вилканың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Барлығын қосып, араластырып, осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Бұл тестамызды пакетке орап, оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Жайып болған соң жаңағы банандарымызды видеода көрсетілгендей етіп турап, осылай бетіне жайғастырып шығатын боламыз. Және бұны орайтын боламыз. Жайлап орасаңыздар әдемі болады. Және холодильникке салып, кесіп кешкі дастарханға ұсыныңыздар.